Саламатсыздарбы, кадірлі ұстаздар, кадірлі оқушылар. Гес заңы салдарына есеп шығару тақырыбын жалғастырамыз. Бүгін тағы да Гибс энергиясы бойынша да есептер шешетін боламыз. Қадірлі оқушылар, өткен сабақта біз Гес заңының бірінші және үшінші салдарына есеп шығардық. Тек қана екінші салдарға есеп шығармадық. Бұның себебі бүгінгі күнде пробный ентіде оған келіп жатқан жоқ УБТ-да. Пробный УБТ-да екінші салдарға есептер келіп жатқан жоқ. Келетін болса, ол да күрделі емес. Мысалы, сіздер білесіздер, бірінші салдарда біз өнімдердің энтальпияларының қосындысынан реагенттердің энтальпияларының қосындысын азайтамыз. Ал енді екінші салдарда болса керісінше, және реагенттердің энтальпиялары қосындысынан өнімдердің энтальпиялары қосындысын азайтатын боламыз. Ал енді үшінші салдарға келетін болсақ, өткен сабақта да мен айтқан болатынмын. Реакцияның термохимиялық теңдеуін қосуға болады, азайтуға, көбейтуге және бөлуге болады. Реакция қайтымды болмаса да, теңдеуді оңнан соңға қарай жазуға болады. Демек, біз өткен сабағымызда қосу әдісі арқылы шешкен болатынбыз, ал бүгін цикл құру арқылы шешетін боламыз. Цикл құру арқылы шешкен кезде оқушылар кішкене реакцияның бару жолдары анық көрінеді. Енді екі әдісіміз де жақсы, кімге қай әдіс ұнайды, соны таңдай берсе болады. Әрине, кейбір оқушыларымыз көбінесе математикалық, академиялық білімге ие болғандықтан олар математикалық жолдарды ұнатады. Ал кейбір оқушыларымыз керісінше жеңіл, қарапайым әдістерді ұнатады. Сол себепті біз онлайн сабақтарда екі әдісті де қатарынан алып жүруге әрекет жасаймыз. Демек, цикл құруды үйренейік онда. Мысалы, бізде А заты бар делік. А заты Б затына айналу үшін бір жолды басып өтті. Ал енді сол А заты басқа бір жолдармен де С затына, артынан Д затына, сосын Б затына айналуы мүмкін екен. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз А затымыз тура жолмен Б затына айналуы мүмкін екен, немесе А затымыз айналма жолдармен Б затына айналуы мүмкін екен. Сол кезде тура жолмен барған реакцияның энтальпиясымен айналма жолдарды басып өткен реакциялардың энтальпияларының қосындысы бір-біріне тең болады екен. Естеріңізде болса, Гесс заңында реакцияның жылу эффектісі оның бару жолына тәуелсіз, тек қана оның күйлеріне, бастапқы, соңғы күйлеріне тәуелді деген. Демек, біз сол себепті бүгін цикл құру арқылы бір реакцияны көріп шығайық. Бізге қатты графит берілген, ол газ текті сутекпен әрекеттескенде метан газы түзіледі екен. Бірақ бұл реакция өте баяу жүреді. Сондықтан да біз бұл реакцияны турадан тура химиялық реакция энтальпиясын анықтауға және түзілу жылуын анықтауға кедергі бар, қиындық бар екен. Демек, мына айналма жолдармен оны іске асыру бізге теңдеулері берілген. Қазір сіздермен сол реакция үшін цикл құруды біргелікте көріп шығамыз. Демек, бізде қатты зат графит берілген, оған 2 молекула газ текті сутекті қосып, метан газын алдық. Қатты графитті оттегінің көмегімен жағамыз. Бізде көмірқышқыл газы түзіледі. Тура сондай 2 мол сутегінде оттегімен жағамыз. Бұнда бізде 2 мол су түзіледі. Көмірқышқыл газы сумен реакцияласып, метанмен оттегі түседі. Бұл қайтымды реакция екенін бәріміз білеміз. Біз цикл құрып алдық, енді реакцияларды жазып шығайық. Бірінші реакцияда графитті жану реакциясын жаздық. Түзілу энтальпиясы -393,5 килоджоул молға тең екен.
Мына жерде киложол бөлінген мол тұрған үшін мына жерге қайта-қайта жазбай қояйын. Енді келесі теңдеуді жазамыз. Ол теңдеуіміз мына жерде тұр. Ол сол бағытта тұр. Сол себепті ешқандай өзгеріссіз -93,5 деп жазамыз. Ал енді келесі теңдеуде біз мына 2 мол сутегін жағамыз. Қадірлі оқушылар, мына жерде ол теңдеу бізде бар, бірақ бұл жақта 1 мол сутегі жанып жатыр. Ал бізде 2 мол сутегі жанып жатыр. Сол себепті мына теңдеудің бәрі 2-ге көбейеді, бірақ бағыты өзгермейді. Сондықтан да -285-те 8-ді 2-ге көбейткенде бізде болады -571-де 6. Ал енді үшінші теңдеуді жазамыз. Көмірқышқыл газына су қосқанда метан мен оттегі түзілу реакциясын жазамыз. Байқасаңыздар, бұл теңдеу бізде бірінші теңдеуде тұр екен, бірақ ол кері бағытта тұр. Демек, біз мына теңдеуді бағытын өзгертіп жазады екенбіз. Теңдеуді бағытын өзгертіп жаздық. Дельта H3 бізде енді -890,3 емес, +890,3-ке тең болып қалады. Гесс заңынан келіп шығып, дельта H химиялық реакция деп жазсақ та болады, немесе дельта H4 деп жазсақ та болады. Қадірлі оқушылар, біз енді мына бәрін қостық. Мына теңдеуге тағы қайтайық, е? Мына сол жақтағы реагенттердің қосындысы оң жақтағы өнімдердің қосындысына тең деген ережені пайдаланып қазір жазатын болсақ, ол мына жерде тым күрделі болып кетеді. Бірақ сіздер мына жерден көріп тұрсыздар, сол жердің өзінде біз білеміз, реагенттер жақтағы заттар өнімдер жақтағы заттармен мол сандар тең болса қысқарып кете алады. Қазір сондай бірдей болған заттарды қысқартып жіберейік. Демек, бізде қайсы заттар қысқарады екен? Мына SO2, бізде мына жерде де SO2 бар. Қысқартып жібердік. Сосын бізде тағы қай зат қысқарады? Су молекуласы. Мына қарасаңыздар, мына жерде 2 молекула су тұр өнімде. Ал мына 2 молекула су реагентте тұр. Қысқарып кетті. Ал енді бізде тағы оттегі бар, е? Мына 1-2 мол реагенттерде 2 мол оттегіміз бар. Ал мына өнімде 2 мол оттегі бар. Демек, бізде барлық қысқаратын заттарымыз қысқарды. Енді қалған не қалды? Соны жазып көрейікші. Бізде графит плюс 2 мол сутегі және оң жақта тек қана метан газ қалды. Демек, мына өздеріңіз байқағандай, барлығы қысқарып, бізге мына жоғарыда берілген теңдеу ғана қалыпты. Енді біз мына берілген химиялық теңдеулер үшін жылу эффектілерін, яғни энтальпияларын қосып шықсақ болады. Қадірлі оқушылар, энтальпияларын қосқан кезде таңбаларына мұқият болыңыздар. Мына жерде минус, демек бұл екеуі қосылады, және таңбасы алдына минус болып шығады. Ал мына жерде плюс тұр. Демек, бұл азайтамыз деген сөз, бірақ бізде үлкен санның таңбасы қойылады. Сол себепті мына жерде бізде минус 74,8 килоджол мол түзілді. Қадірлі оқушылар, біз цикл әдісімен есебімізді шығарып көрдік. Сұрақтар бар ма? Сұрақтар болса, комментарийға жазып қалдырасыздар, жарай ма? Біз бүгін тағы да сіздермен гипс энергиясы бойынша есеп жүргіземіз. Гипс энергиясы туралы теориялық мәліметтермен таныстырып кетейін. Гипс энергиясы немесе гипстің еркін энергиясы ол химиялық реакциялардың өздігінен жүру мүмкіндігін анықтайды екен. Демек, мына жерде мен кесте бердім. Бұл нені білдіреді? Дельта G-ның формуласын қарайтын болсақ, дельта G тең болады бізде дельта H минус Т дельта S. Бұл дегеніміз не? Яғни энтальпияның және энтропияның факторлары гипс энергиясының мәніне әсер етеді екен. Бұл жерде мына 0 деген сандарымыз тұр. Бұл
температура өзгермейді, стандартты 298 кельвинде деген сөз, немесе қарапайым 25 градус температура дегенні білдіреді. Ал енді қандай жағдайлар болады, көріп шығайық, иә? Демек, дельта G нөлден кіші болуы мүмкін екен. Бұндай болу үшін бізде дельта H-тың мәні Т дельта S-тің мәнінен кіші болу керек. Бұнда дельта H таңбасы минус болады, дельта S-тің таңбасы плюс болады. Бұндай жағдайда дельта G нөлден кіші мәнге және минус мәнге ие болады екен. Ал дельта G плюс мәнге ие болу үшін дельта H Т дельта S-тен үлкен болу керек екен. Дельта H-тың, яғни энтальпия мәні плюс болады екен, энтропияның мәні болса минус болады екен. Ал енді мына жерде біз химиялық реакцияның жүру мүмкіндіктерін көріп шығайық, иә? Енді дельта G тең нөлге деген жағдайда болады екен, бұл қарапайым тепе-теңдік жағдайы болады. Дельта H-тың мәні минус болғанда және нөлден кіші болғанда, дельта S-тің энтропияның мәні нөлден үлкен болғанда және плюс болғанда, дельта G-ның мәні минус болады екен. Бұл дегеніміз, бұндай реакция өздігінен және өз бетінше жүреді. Самопроизвольно протекает деп айтамыз ғой. Ал енді дельта H және энтальпияның мәні плюс, энтропияның мәні минус болған кезде, бұндай реакция өз бетінше жүрмейді, ешқандай жағдайда да жүрмейді. Ал енді бізде тағы екі жағдай бар екен. Дельта H мен дельта S екеуі де минус болған жағдайларда реакцияның қандай жүруі белгісіз. Яғни өздігінен жүру-жүрмеу белгісіз. Бұл не дегені? Жүру мүмкін болады екен, тек қана төмен температураларда ғана. Стандартты жағдайда жүрмейді екен. Ал енді дельта H мен дельта S-тің мәндері плюс болатын болса, ондай жағдайда да жүру-жүрмеу белгісіз. Бұл не дегені? Жүреді, бірақ тек қана жоғары температураларда, стандартты жағдайда жүрмейді екен. Қадірлі оқушылар, мына кесте сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Қазір енді біз гипс энергиясына бір есеп шығарамыз сіздермен біргелікте. Қадірлі оқушылар, мен бұл есепті өзіміздің 10 сыныптың жаратылыстану бағытындағы оқулықтан алдым. 137-ші бетте екінші есеп екен. Мына жерде анықтамалық мәліметтерге сүйеніп дейді, берілген экзотермиялық реакцияның қандай температурада өздігінен жүзеге асатынын анықтаңдар дейді. Реакция өздігінен жүру үшін дельта G нөлден кіші деген мәнге ие болу керек. Қадірлі оқушылар, сіздер білесіздер, реакция өз бетінше жүру үшін дельта G-ның мәні нөлден кіші болу керек. Біз мына өзгерістерді іске асырып, сол қандай температурада өз бетінше жүреді екен, соны анықтау теңдеуін таптық. Қадірлі оқушылар, біз бұл реакция өз бетінше жүру-жүрмеуін тексеру үшін, білу үшін дельта G-ның мәнін табамыз. Бұның үшін мына жерде бізде формулада берілген өнімдер, ісік газы мен су, олардың мәндерін, дельта G-ның мәндерін теңдеуге қоятын боламыз. Біз дельта G-ні есептеу үшін мына жердегі ісік газы мен суның мәндерін минус 137-14 және минус 237 қосамыз. Одан азайтамыз көмірқышқыл газының минус 394-4 деген мәнін. Бұл жерде бізде мына екі минус таңбасы болған заттарымыз бір-біріне қосылады. Және 374-14 болады. Ал мына екі минус таңба плюс болып кетеді. Оған 394-4 деген санды қосамыз. Демек, мына жерде екі минус таңбалы сандарымыз минус таңбамен, ал мына жерде плюс таңбамен болды. Бірақ мына үлкен санымыз плюс таңбамен екен. Сол себепті плюс 20,26 килоджоул түзіледі.
Бұл не дегені? Мына жерде плюс таңбаның болуы бұл реакция өз бетінше жүрмейді деген мағынаны білдіреді. Олай болса, біз қандай температурада бұл реакция жүреді деген сұраққа жауап беру үшін қазір демек сіздермен энтальпияның өзгерісін және энтропияның мәнін өзгерісін есептейтін боламыз. Формуланы жазып алдық. Енді мәндерін қоямыз. Мына жерде дельта H-тың 298 градустағы мәндері берілген. Соларды орнына қоямыз. Өнімдердікі бізде СО минус 110-5, оған минус 285-8 немесе 286-ны қосамыз. Одан азайтамыз көмірқышқыл газының түзілу жылуын. Бұл теңдеуде мына жерде минус деген екі таңбамыз бір-біріне қос деген сөз, қостық. Минус таңба мына жерде тұр. Ал енді мынау минуспен мына жердегі минус қосылып плюс болып кетеді. Плюс 393-5. Демек, бізде түзіледі екен минус 2,8 килоджоул. Қадірлі оқушылар, біз сіздермен дельта H-тың мәнін тауып алдық. Енді тура сондай дельта S-тің мәнін де табатын боламыз. Демек, біз дельта S-ті табу үшін СО мен H2O-ның энтропияларын қосамыз және 197-54-ге 70-ті қосамыз. Одан азайтамыз 214-ке H2-нікі 130-ды қосамыз. Екі 367-54-тен 344-ті азайтқанымызда 344-тің таңбасы минус, сол себепті бізде минус 76-5 деген сан шығады екен. Бірақ мына жерде бізде килоджоул емес, джоул болады. Ал енді бізге керекті дельта H, дельта S мәндерін тауып алдық. Енді Т және температураны анықтаймыз. Қадірлі оқушылар, мына жерде минус 2,8-ді 10 дәрежесі 3-ке көбейткен себебім бұл килоджоулда, ал дельта S джоулда. Сол себепті сондай жаздым. 36-да 6 кельвин деген жауап шықты. Біз бұны кәдімгі өзіміздің температураға айналдырсақ болады. Сіздер жақсы білесіздер. Абсолюттік температураны алу үшін 273-ке Цельсий температураны қосамыз. Ал бұдан жай температураны кәдімгі өзіміздің Цельсий температурамызды табу үшін азайтамыз. Сонда байқағандарыңыздай минус 236,4 деген температура шықты. Қадірлі оқушылар, демек біз Гибс энергиясыны есептеп шықтық. Гибс энергиясының мәнін пайдаланып, бұл реакция өздігінен жүрмейтінін анықтадық және өздігінен жүретін температураны да таптық. Ал енді тура мына сияқты сіздерге үйге тапсырма беріп жатырмын. Бұл реакцияда мына төмендегі қараңыздар. Тепе-теңдік орнайтын температураны анықтаңыз дейді. Сіздер бұл есепті шешу үшін дельта G-ді тең 0-ге деп аласыздар. Дельта G тең 0-ге болғанда тепе-теңдік жағдай орнайды. Содан кейін дельта G-ның мәнін есептеп көресіздер. Дельта G-ның мәні 0-ден үлкен болатын болса, және плюс болатын болса, демек бұл реакция өз бетінше жүрмейді стандартты жағдайда деген сөз. Ал ондай болса, дельта H пен дельта S-тің мәндерін табып, олардың қатынасын аласыздар, сол температураны сол арқылы табасыздар.
Сонда ғана сіздерде қай температурада бұл тепе-теңдік орнайтын реакцияны анықтай аласыздар температурасын. Келесі тағы бір есеп беріп жатырмын төменде. Бұл жерде айтады, бутан газының ыдырауы берілген екен этилен мен сутекке. 298-де 15 кельвин температурада реакцияның өздігінен жүзеге асуы мүмкін ба, жоқ па деп сұрап жатыр. Бұнда тура сондай жолмен істейсіздер. Қадірлі оқушылар, мына екі тапсырманы мұқият орындасаңыздар, бүгінгі тақырыбымыз тағы да сіздерге түсінікті болады. Бекітіп аласыздар. Сіздерде сұрақтар туындаса комментарийге жазып қалдырыңыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаған болса, онда жазыңыздар комментарийға, лайк басыңыздар. Тағы да сіздерді қызықтырған тақырыптарды комментарийда жазып қалдырсаңыздар, сіздер үшін бейне сабақтар дайындайтын боламыз. Сау болыңыздар.